Шәмшияны алғаш көрген адам оның 47 жаста екеніне сенбейтін. 4 баланың анасы, 2 рет тұрмыс құрған, өмірдің ащысында, тұщысында татқан. Бірақ соған қарамастан бойынан әлсіздік емес, жылу сезілетін. Ол өзін жоғалтып алмаған әйел еді. Жас кезінде сұлу болған айтпаса да белгілі. Бірақ оның қазіргі сұлулығы мүлде бөлек. Тәжірибеден туған, сабырбен көмкерілген, көзінің ішіне тұнған тереңдікпен байытылған сұлулық. Қылмыңдып тұрған, бірақ арзан емес. Күлімсіресе, жүрек еритін, сөйлесе тыңдағың келе беретін, кез келген азамат қызығатын нағыз әдемі әйел. Шәмшия нағыз от әйел деп бекер айтпайды. Жай жанып тұрмайтын, жылытып та, кейдіріп те жібере алатын. Бұл жігітпен кездейсоқ танысты. Құрбысының туған күнінде шағын кафеде ән ойнап бәрі билеп жүрген. Сол кезде өмірінің бақыты өзгереді деп ол тіпті ойламаған. Жігіт темір жолда жұмыс істейтін, өзіне қарағанда 12 жас кіші. Иә, дұрыс естіңіздер, өзінен 12 жас кіші. Бірақ ол жігіт ақыл тоқтатқан, өзінің жасына қарағанда үлкен көрінеді. Көзінде бір мұң бар еді. Кейін белгілі болды, қызымен енді ғана ажырасқан екен. Сол кеште олар ұзақ сөйлесті. Әуелде жай әңгіме, сосын көзқарас, сосын үнсіз түсінісу. Ал қалғанын Шәмшияның өзі айтсын. Мен ол кешке барғым келмеген. Құрбым, келмесең ренжеймін деген соң ғана бардым. Іштей шаршаған едім. Әйел адам кейде ештеңеге зауқы соқпай қалады ғой. Бірақ сырт көзге білдірмейсің. Кафеге кірген сәтте оны байқамадым да. Кейін кезінде көзіміз түйісті. Оның көзінде бір тынышсыздық бар еді. Жас болса да шаршаңқы, кейін білдім. Жана ажырасыпты. Мен оның жан жарасын бірден сездім. Білесіз бе, әйел адам сезеді ғой. Біз ұзақ сөйлестік. Ол менің жасымды сұрағанда күліп айттым. 47-демін. Ол таң қалған жоқ, қашқан да жоқ. Керісінше, сізбен сөйлесу өте жеңіл екен, деп күлімдеді. Ол сөз маған біртүрлі әсер етті. Мен 4 баланың анасымын. 2 рет отбасылы болдым. Қанша рет сүріндім. Иә, өтірік айтпай-ақ қояйын. Кездеспедім емес, азаматтарым болды. Біреуі кредит алып қашып кетті. Біреуі үйленем деп жүріп, жоқ болып кетті. Не болса да бір жолы болмаған бір бейшарамын ғой. Бірақ әлі де жүрегім тірі екенін сол кеште түсіндім. Ол менен 12 жас кіші. Иә, кейде ойлаймын, дұрыс па, әлде бұрыс па. Бірақ ол мені әйел ретінде көреді. Жай ана емес, жай жауапкершілік емес, әйел. Мен оның жанында қылмыңдап кетемін. Өзім де байқамаймын. Ол мені сұлу сезіндіреді. Жас айырмашылығы бар, қоғам бар, сөз бар. Бірақ мен шаршадым қорқудан. Өмірімнің жартысы өтті. Қалғанын сезінгім келеді. Мен от болсам, ол соған жылынғысы келетін адам. Ал бұл сезімнің соңы қайда барады, білмеймін. Бірақ мен алғаш рет тағы да бақытты болуға құқығым бар деп ойладым. Біздің кездесуіміз жай ғана кездесу емес қой. Екеуміз бірге болған кезде арамызда бір тоқ электр өткендей. Бізге жақсы, тәнімізбен, жанымызбен өте керемет. Ол маған дәрумен аямай береді. Мен де оны әбден суарамын. Екеуміз түнде де, күндізде әбден тәттілетіп бірге айқасамыз. Ят болса да айтайын, бұл табиғаттың заңы ғой. Қандай керемет, қандай от қой ол. Мен де оны күйдіре жаздаймын. Білмеймін, үйленемін дейді маған. Үйленеме, әлде бұрынғы жүрген адамдарым секілді мені тастап кетеме, оны жоспарлағым келмейді. Маған қазіргі сәт жақсы, осы сәт оған да жақсы. Мен оның жарасын жаздым. Ал ол маған жас мінезімен, жастығымен от сыйлады. Қымбатты көрермендерім, егер де менің әңгімем ұнаған болса, лайк басыңыздар, тіркеле кетіңіздер.